Сәлеметсіздер ме, құрметті менің оқырмандарым. Мына сумка, шляпа міне пенал жасап бүгін үйренеміз. Ол үшін үйдегі қысқарған жаңа бір киімдер болуға бекер тастамай, содан арнайы қолданып сумка жасаймыз. Бірінші сумканың кесіп аламыз. Бұрышын 4-4 қып бұрыштарын алып тастаймыз. Кесіп. Баулық тігіп аламыз. Ұзын қып бауын тігіп аламыз. Тақшын жасаймыз. Деп тігіп аламыз. Замогын орнатамыз. Оны екіге ажырап, екі жағындағы шетіне тігеміз, орнатамыз. Деп тігіп тастаймыз. Дайын. Енді екі шетін теңшеп, шеттерін тігеміз. Деп бұрыштарын бір-біріне қарай біріктіреміз. 4 бұрышты ұзын қылып тігіп аламыз. 4 бұрышын тігіп алдық. Сумкамыз дайын. Енді шляпаға кірісеміз. Арнайы үлгіні алып, ол үлгі арқылы кесіп аламыз. Астарын да дайындап, өлшеп бірдей кесіп аламыз. 6 штук, 6 талын бір-біріне біріктіріп тігеміз. Тігіп алдық. Біріктіреміз 6-ын бір-біріне. 3-тен біріктіріп тігіп ап. Жоғар жағына дөңгелегін тігеміз айландырып. Шляпамыз дайын. Беткі бөлігі, мынау ішкі бөлігі. Енді бір-біріне біріктіріп тігеміз айландырып. Бір шетінен ғана ашық қалдырамыз да, сол жырықтан айландырып аламыз. Айландырып алғаннан кейін ол жерді шетінен тігеміз. Дайын. Енді кішкентай пеналымызды тігеміз. Қалған тағы бір бөлігінен екі шетін түзулеп кесіп тастаймыз. Замогын орнатамыз. Ашып аламыз да екі шетіне. Біріктіріп жауып, енді екі шетін тігеміз. Баулығын ішіне қарай қойып, бірге қосып тігеміз. Тігіп алған бұрыштарын кішкене үшбұрыштап тігіп тастаймыз. Пеналымыз дайын. Қалай бопты? Бағалай кетіңіздер. Лайк қойып, подписать етіп, бөлісе отырыңыздар.